сәлем оқушым, 8 сыныптың алгебрасы 9-да 6-шы есеп. Есептің шарты бойынша квадрат 3 мүшелерден 2 мүшенің квадратын айырыңдар дейді. Бұны қалай түсінуге болады? Мысалы, мынау b коэффициентіне мән береміз. b коэффициенті бізде 6x. Бұл жерде біз оның 2 мен 3x-тің көбейтіндісін түрінде жазуға болады. Не үшін 2 мен 3x-тің көбейтіндісі? Енді қараңыздар, бізде қысқаша көбейту формуласының бірінші алғашқы формуласы бойынша ab-ның квадраты ол тең a квадрат плюс 2ab плюс b квадрат. Осы жердегі мына ортада тұрған 2 бар ғой, осы 2-ге келтіріп алуымыз керек. Берілген 3 мүшені қысқаша көбейту формуласында біз келтіріп алуымыз керек. Ал мына 3x-ті x көбейтілген 3 деп алуға болады. Сонда a дегеніміз формуладағы a-ның орнында x тұрда, b-ның орнында 3 тұр. Міне. Дәл осылай қазір қысқаша көбейту формуласына келтіріп аламыз. Сонда не болады? Бізге қазір керегі, сонда мынау b-ның орнында 3, a-ның орнында x тұр. Тура сол сияқты, сонда былай жазып аламыз. Сонда x плюс 3-тің квадраты деп ашатын болсақ, сонда x плюс 3-тің квадраты мына түрде болады, егер ашатын болсақ. x плюс 3 квадрат тең x-тің квадраты плюс 6x плюс 9 болады. Яғни 3-тің квадраты 9-ға тең. Ал енді бізге минус 18 керек. Енді сұрақ қоямыз. 9-дан бізге былай болып тұр ғой. 9 азайту x тең болу керек минус 18-ге. Мына немесе 9-ға x-ті қоссақ, минус 18 шығу керек. Сонда x-ті табу үшін біз не істейміз? Минус 18-ден азайтуымыз керек 9-да. Сонда x-іміз тең болады минус 27-ге. Яғни, мына формула бізде, мына өрнек, яғни x плюс 3-тің квадраты бізде осы өрнекке тең болды. Енді бізге қажеті, бірақ минус 18 қажет. Минус 18 шығу үшін 9-дан 27-ін азайтуымыз керек. Сол үшін мына жерге минус 27 деп жазып қоямыз. Сонда берілген x квадрат плюс 6x минус 18 дегеніміз, егер екі мүшенің квадратын айыратын болсақ, x плюс 3-тің квадраты азайту 27 түрінде жазуға болады. Бұл тағы да түсінікті болу үшін екіншісін көрсетейін. Екінші, x-тің квадраты плюс 8x минус 11 тең. Енді қараймыз. Мына 8x-ті тура бағана бірінші есеп сияқты 2 мен 4x-тің көбейтіндісі түрінде жазуға болады. Ал мына 4x-ті x пен 4-тің көбейтіндісі түрінде жазуға болады. Сонда a формуладағы a-ның орнында x тұр, b-ның орнында 4 тұр. Солай жазайық. Сонда x плюс 4-тің квадраты болады. Міне. Ал енді осын есептейік. x плюс 4-тің квадраты нені береді бізде формула бойынша? Тең x-тің квадраты плюс 8x плюс 16-ға тең. Ал бізде не шығу керек? Минус 11 шығу керек. Енді сұрақ, 16-ға нешені қосатын болсақ, минус 11 шығады. Осылай ойша есептейміз. Бірақ мен мына жерге жазайын, түсінікті болу үшін. 16-ға x-ті қоссақ, минус 11 шығу керек. Осы жерден x-ті табу үшін 16-ны минус деп өткізетін болсақ, минус 11, минус 16 нені береді? Минус 27-ін береді. Демек, x плюс 4-тің квадратынан, егер 27-ін азайтатын болсақ, бізде бастапқы мына түрдегі өрнегіміз қайтадан шығады. Түсіндіре алдым ба? Тағы да үшіншісін көрсетейін. x-тің квадраты плюс 5x минус 8 тең. Қараймыз. Мына 5x-ті 2 мен 2,5x-тің көбейтіндісі түрінде жазуға болады. Ал мына жердегі 2,5x-ті x пен 2,5-тің көбейтіндісі түрінде. Демек, бізде мына өрнекті қысқаша көбейту формуласына салатын болсақ, x плюс 2,5-тің квадраты деп жазуға болады. И бізде қазір минус 8 керек. Ол үшін біз мына өрнекті x плюс 2,5-тің квадратын есептеп аламыз бірінші. Ол бізде формула бойынша x-тің квадраты плюс 2 көбейту 2,5x плюс 2,5-тің квадраты. Формулаға салдым, арғары есептейміз. x квадрат плюс 5x плюс 6,125. Ал енді бізге керегі минус 8, өзімізге сұрақ қоямыз. x-ге 6,125-ті қоссақ, бізде болу керек минус 8. Сонда x-ті табу үшін біз минус 8-ден азайтамыз 6,125-ті. Сонда x-іміз тең болады минус 14,125. Демек, біз мына жерден азайтуымыз керек 14,125-ті.
Міне, жалпы түсінікті деп ойлаймын. Қалғандарын бұлай жазып кете берем. Мына түрде бұлай есептемей-ақ жазып кете беремін. Өздеріңіз түсініп шығарып аласыздар деген сенімдемін. Кеттік ары қарай. Төртіншісі. X-тің квадраты плюс 7x минус 1 тең. Бұл болады x плюс 3,5-тің квадраты. Бірден жазамыз, мына 7-ге қарай жазамыз. Демек, 2 көбейту деп қаншаны 2-ге көбейтетін болсақ 7 шығады. Демек, 3,5. Жазып кете береміз. X плюс 3,5-тің квадраты. Одан азайтамыз. Бізге 1 шығу үшін 13,25. Бұны. Келесі, 5-шісі. Минус x-тің квадраты плюс 7x минус 12. Тең. Минусты алдына шығарып аламыз. Сонда x-тің квадраты минус 7x плюс 12 түріне келеді. Демек, біз мына жақшаның ішіндегін қазір есептеуіміз керек. 7-нің алдында минус болғандықтан қысқаша көбейту формуласының екі өрнектің айырмасының квадрат түрінде жазуға болады. Сонда минус x минус 3,5-тің квадраты. Ал бізге минус 12 шығу үшін азайтуымыз керек болады 0,125-ті. Өздеріңізге түсінікті болу үшін 3,5-ті квадраттап есептесеңіздер болады. Енді ары қарай жақшаны ашатын болсақ, минус x минус 3,5-тің квадраты, мына жерде 0,125-тің алдындағы минустан ба, плюс қоймалып кетеді, сонда плюс 0,125 болады. Келесі 6-шысы. Минус x-тің квадраты плюс 8x плюс 8 тең. Минусты алдына шығарамыз, себебі x квадраттың алдындағы таңба оң сан болу керек. X-тің квадраты минус 8x минус 8 түріне келеді. Минус, мына 8-ге қараймызда бірден жазып кете беруге болады. X азайту 4-тің квадраты деп. Міне, ары қарай минус 24 болады. Жақшаны ашатын болсақ, минус x минус 4-тің квадраты плюс 24 түріне келеді. Жалпы бүгінгі видеода көрсеткен 9-да 6-шы есеп түсінікті деп ойлаймын. Егер сұрақтар болса, комментарийге қалдырамыз. Түсінікті болса, оны да комментарийге қалдырып кетіңіздер. Лайк басып, достарыңызбен бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше.